Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен ауызашарға ерекше вареники дайындайтын боламыз. Ерекше деген себебім, бұл жолы вареникеге асқабақ қосып жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 250 грамм суымызды таза құрғақ ыдысымызға құйып аламыз. Содан соң 1 шай қасық тұзымызды салып, 1 дана жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды жақсы ерігенше араластырып аламыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды қосып, қамырымызды дайындап аламыз. Бізде 250 грамм суымызға 500-450 граммдай ұн керек болады. Орташа қаттылықта болу керек. Міне осылай ситадан өткізіп, жақсылап басы біріккенше илеп алатын боламыз. Мен өзімде алғаш рет жолдасым бір кафеге алып барған кезде вареникінің ішіне асқабақ қосып жасағанды көрдім. Және сіздерге де сол әдіспен жасап жеулеріңізді ұсынамын. Дәмі өте керемет болып шығады екен. Менің ең сүйікті асым деп айтсам да болады вареникиді. Өйткені мен студенттік кезінде тек қана осы тамақты алып жейтінмін. Менің тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Менің арнамда жаңа рецептер 2 күн аралығында шығып отыратын болады. Міне осылай қамырымызды жақсылап басын біріктіріп алған соң 10-15 минутқа тандыруға қойып қоямыз. Менде бұл зуаладан 2 зуалаға бөліп қамыр жасап алдым. Егер сіздердің үйлеріңізде қанша адам бар, сол адамның көлеміне қарай жасайсыздар. Бізде 4-5 адам болған соң 2 зуаланың барлығы кетті. Жеңіл және тойымды тамақ болып есептеледі. Міне салмасына көріп тұрғандарыңыздай 5-6 картопты алдын ала қайнатып, 2-3 дана 200 граммдай немесе 300 граммдай асқабақ кетті. Осы екеуін жақсылап қайнатып, 1 шай қасық тұзымызды салып, содан соң осылай укропты салып араластырып, соңында қара бұрышымызды да қосып жібердім. Егер сіздерге ұнамайтын болса, қоспасаңыздар болады. Бірақ дәмі өте ерекше болып шығады екен. Немесе асқабаққа кішігірім қант қосып жіберсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Міне осылай барлығын езіп алдым. Қанша грамм кеткенін мен төменде описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан көріп, жасап жесеңіздер болады. Міне 10-15 минут тынған қамырымызды осылай 2-ге бөліп, жақсылап жайып алатын боламыз. Өте қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Өйткені суға салған кезде жабыспай, ортасы ашылып кетуі мүмкін. Осылай көріп тұрғандарыңыздай жайып алсаңыздар болады. Ұнды көп салудың қажеті жоқ. Өйткені жабыспай қалуға ұнның да септігі тиіп кетуі мүмкін. Міне дайын болып қалды біздің қамырымыз. Шетінен бастап, осылай бокалдың көмегімен домалақ етіп кесіп алдым. Егер сіздерде арнайы қалып болатын болса, соның көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай,
бұл жерде 50-60 штуктай қамыр шықты. Осылай жайып алып салып тез-тез түйіп тастасаңыздар да болады, немесе жеке алып отырып ішіне салма салып тез бүктеп шықсаңыздар да болады. Өз ыңғайларыңызға қарай жасай бересіздер. Маған осылай ыңғайлы, осылай жасадым. Міне осылай салмасын шай қасықтың көмегімен салып алып, бір жағын басып бүктейтін боламыз. Ешқандай да уайымдамаңыздар, аузы ашылып кетпейді. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жасап шығасыздар. Және сіздер осылай жасап полифабрикат ретінде сатуларыңызға болады. Міне шетін осылай біріктіріп жауып шықсаңыздар да болады. Алдын ала осылай суымызды құйып алып, ішіне тұз салып, бетін жауып, қайнағанын күтетін боламыз. Қайнап шыққан соң дайын болған қамырларымызды, варениктерімізді яғни салып, пісіріп алатын боламыз. Абайлап, жайлап салыңыздар. Бірден тастап жіберсеңіздер, беттеріңізге шашырап кетуі мүмкін. Міне менде бір штуктан салып отырып пісіріп алдым. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен Гүлшат Көчкарова. Сау болыңыздар. Ас болсын.